Жамбыл облысы, Байзақ ауылы, номер 4 мектеп лицейінің 1 сынып оқушысы Асқар Аяулым Қуанышқызы. Абай атамыздың 38-ші қара сөзі. Күллі адам баласын қор қылатын 3 нәрсе бар. Сонан қашпақ керек. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық деп білесің. Бірінші надандық. Надандық білім ғылымның жоқтығы. Дүниеден еш нәрсездік, оларсыз біліп болмайсың. Білімсіздік хайуандық болады. Екінші еріншектік. Күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Үшінші залымдық. Адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді. Бір жұтқыш қаймақ хисабына қосылады. Абай атамыздың осы жаман қасиеттерден аулақ жүруіміз туралы айтқан.